Қалалық әкімшіліктің ғимаратының алдына келдім. Бұл біздің қаладағы Тахауи Ахтанов атындағы көше. Мынау қалалық әкімдіктің ғимараты. Осы ғимараттың артында қыдыратын, демалатын шағын саябақ бар. Біздің Әйтеке биге орнатылған, атақты биіміз Әйтеке биге орнатылған ескерткіш. Қандай тамашада таңғы ауа. Әр таңда ерте оянып, өздеріңізге жарты сағат, немесе 40 минут, немесе 1 сағат уақыт арнауларыңызға болады. Бұл таңғы серуеннің сіздердің денсаулықтарыңызға, сіздердің көңіл күйлеріңізге, сіздердің барлық ойларыңыздағы шаруаларыңыздың ойларыңыздағыдан да жоғары деңгейде бітуіне, аяқталуына сіздің ішкі дүнияңыз, сіздің көңіл күйіңіз қатты әсер етеді. Сондықтан әр қашанда таңғы серуенге шығыңыздар. Қандай әдемі көріністі, жап-жасыл. Осы таңертеңгісін таңғы серуенде бүкіл әдемілікті көруге болады. Ауаның кереметтілігі ерекше. Міне мен осы акиматтың артындағы саябаққа келе жатырмын. Шағын саябақ бар сол жерде. Қайырлы таң баршаңызға, қымбатты барша бауырлар. Баршаңызға қайырлы таң. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мен таңғы серуендеп келе жатырмын. Бүгін басқа жаққа қарай, қаланың басқа бөлігіне қарай бағытталдым. Бізде ауа райы жаңбыры бір аптадай болды. Күн бұлт, мінекей көріп тұрсыздар. Бірақ ауа райының ешқандай әсері жоқ менің таңғы серуеніме. Күн бұлт, мінекей. Таңғы ауа өте тамаша, өте керемет. Адамның бір жан дүниесін сергітіп, тыныстарыңыздың барлығын кеңейтіп, адамға ерекше қуаныш, жүрегіне ерекше серпімділік, сергектік сыйлайды. Таңғы ауаның әсері өте тамаша. Айнала жап-жасыл теректер, құстардың үні, самал желдің есуі өте тамаша, қайталанбайтын. Әр күннің өзінің, әр таңның ерекшеліктері бар.
Қайырлы таң баршаңызға. Қараңыздар, қандай тамаша, қандай керемет. Мына гүлдердің иісі адамның көңіл күйін көтереді. Әйтеке бидің ескерткіші. Мен серуеннен, парктен келе жатырмын. Meni de çekiyorsunuz. Meni Жолыңыз болсын. Қандай тамаша да, қандай керемет. Мен бұл таңғы серуенді әдетіме айналдырғаныма біраз уақыттың жүзі болды. 7-8 жыл деп айта алам. Қаншалықты денсаулыққа беретін таңғы серуеннің маңызын білгеннен кейін мен әрине ұйқыдан ерте оянып, әр күні жылдың 4 мезгілінде де мен осылай таңғы серуенде демалғанды өте жақсы көремін. Өйткені бұл таңғы серуеннің қаншалықты маңызы бар адамға беретін. Маңызы бір ерекше, адамда бір сергектік пайда болады. Ертеңгі күнге деген сенімділік пайда болады. Ішіңіздегі теріс энергиялардың бәрін сыртқа шығарасыз. Мынадай әдеміліктерді көргеннен кейін әрине адам баласы жақсы нәрсені ойлайсыз, жақсы жоспар құрасыз. Сол біздің ойымыздағы жағдайлардың барлығы болады ғой. Әрқашанда арман мақсаттарыңызды күнде қарап, жазып, көңіл бөліңіздер, сеніңіздер орындалатынына, әрекеттер жасаңыздар. Алдарыңызда әрқашанда жоспар болсын, мақсат болсын, әрекет болсын. Әрине адамның денсаулығы өте маңызды фактор. Өйткені дені сау адамның ойына керемет инсайт идеялар келеді күнде-күнде. Адамның энергиясы мықты болса, денсаулығы тамаша болса, көңіл күйі күнде көтеріңкі болатын болса, біздің айналамызда да сондай жағдайларды біз өзімізге тартатын боламыз да. Подобное притягивается подобному дейміз да. Не ойлаймыз, соның барлығы бізге өзі магнит сияқты тартыла береді. Сондықтан әрқашанда ең алдымен жақсы, тамаша көңіл күйде ояныңыздар. Сол көтеріңкі көңіл күймен күндеріңіз басталады. Таңғы серуенге шығуды әдетке айналдырыңыздар. Әрине бірінші кезде оңай болмайды, бірақ бұл өмірдегі ең батыр адам кім деп ойлайсыздар? Әрине ол өзін жеңген адам, өзімен күрескен адам, өзінің бойындағы теріс мінездерін, керек емес мінездерін жеңген адам әрқашанда биікке шығады, жетістікке жетеді. Адам өмір бойына өзімен ғана күреседі екен. Сол өзіңізді жеңе білсеңіз, сізді биікке шығаратын, сізді жоғарыға көтеретін, сізді алға қарай ұмтылдыратын да өзіңіз,
сізді төмен қарай түсіретін де өзіңізсіз да. Сондықтан да әрқашанда өзімізді жақсы көрейік. Өзімізді жақсы көретін болсақ, барлығы адамның өзінен басталады. Мінекей қандай керемет күн деген бұлтты, бірақ жел, таңғы жел өте тамаша. Баршаңызға күндеріңізге сәттілік, дендеріңізге саулық, алдарыңызда мықты, биік, асқақ арман болсын. Сол арманға жетемін деген жоспарларыңыз болсын, мақсаттарыңыз болсын, және күнде әрекет жасаңыздар. Бізде барлығы тамаша болады, бізде барлығы керемет болады. Баршаңызға сәттілік. Ақтөбеден жалынды, сағынышты, қуанышты сәлем баршаңызға.